Бөрлі жері Қарашығанақ. Осындай төмен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Бөрлі ауданының тарихы туралы кітап жарық көрді. Кітап тарихи мұрағатты құжаттардан алынған мәліметтер және фотосуреттермен басылып шығарылған. Үш тілде жарық көрген басылымның тиражы 500 дана. Салтанатты шарада өңір тарихшылары, өлкетанушылары мен зиялы қауым өкілдері өз ойларын білдіріп, оң бағаларын берді. Өңір ардагерлерінің бастамасын аудан басшылығы мен жергілікті кәсіпкерлер қолдап, басылым жарыққа шықты. Деректер 2 жыл көлемінде жинақталған. Қажетті ақпаратты ауылдық және мектеп мұражайлары жіберді. Өлкетану мұражайы мен аудандық мұрағат, аудандық газет редакциялары құнды мәліметтерді ұсынды. Кітаптың бірінші таралымы 500 дананы құрады. Аудан шежіресі қазақ, орыс және ағылшын тілінде ұсынылған. Басылымның тұсаукесер рәсіміне қатысушылар кітап мазмұнына оң бағасын беріп, кейінгі ұрпаққа берері мол деген тұжырым жасалды. Бөрлі ауданының 85 жылдығына орай жарық көрген жаңа туынды мектептер мен кітапханаларға көпшілік оқырманға таратылады. Әрине, бұл жақсы нәрсе. Бұл ауданның толық тарихы. Толық. Бәрін қамтыған. Енді әрине кітап баласын онда 100% болмайды. Кемшілік болады. Мен өзім осы ауданда туып өскен осы ауданның адамымын. Осы ауданның тарихының зерттеп жүрмін. Өлкетанушымын деп есептеймін өзімді.